Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода барлығымыз сүйіп жейтін картофель по-деревенски дайындаймыз. Сондай әмбебап картоптан жасалатын гарнирдің түрі кез келген ет түрімен үйлеседі, тауық етімен, балық етімен, сиыр қой еттерімен. Немесе жай ғана кетчуппен жесеңіз де керемет болады. Бізге қажет ингредиенттер: шамамен 1 кг картоп, тұз, қарабұрыш, паприка, сұйық май және де панировочный сухари. Ең алдымен картопты ұзынша бөліктерге кесіп аламыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш, паприка қостым. Кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоса беріңіз. Кептірілген сарымсақ, орегано, тмин немесе итальяндық шөптерді қоссаңыз болады. Дәмдеуіштерді қосып болған соң араластырамыз, кейін сұйық майымызды қосып қайтадан араластырамыз. Картоптың жартысын осы күйінде пісіремін. Қалған бөлігіне панировочный сухари, яғни кепкен нан ұнтағын қосамын. Қолмен араластырамын, противеньге бір-бірлеп жайғастырамын. Қаласаңыз, кепкен нан ұнтағын бірден қоспай, картопты бір-бірлеп аунатып алсаңыз болады. Қаласаңыз, картоптың қабығын аршымай, жақсылап жуып қолдансаңыз болады. Картоптарымыздың бетін фольгамен жабамыз. 200 градусқа дейін қыздырылған пеште конвекциямен 20 минут фольганың астында пісіреміз. Қалған 10 минут фольганы алып пісіреміз. Ауа шығып тұру үшін фольганы аз ғана тесіп қоямыз. 30 минутта дайын болды. Сырты қытырлақ, іші пюре секілді картоп бөліктерін кез келген өзіңізге ұнайтын соуспен ұсыныңыз. Көзді ашып жұмғанша бітіп қалады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.